Сәлематсыздар ма, оқушылар? Мен Салихова Анаргүл Жұмажанқызы, Атырау облысы Исатай ауданы жалпы білім беретін Өркен орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 11-ші сыныпқа арналған қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Үркер романындағы қалдықтық бейне, Әбілқайыр тұлғасы. Сабақтың мақсаты Әбіш Кекілбаевтың Үркер романындағы халық бейнесі мен Әбілқайыр тұлғасын ашу. Құрметті оқушылар, біз өткен сабағымызда қазақтың көрнекті жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы парламентінің сенат депутаты Әбіш Кекілбаевтың өмірімен, шығармашылығымен, сонымен қатар Үркер романымен танысқан болатынбыз. Олай болса, бірлесе отырып өткен сабағымызды еске түсіріп көрейікші. Ол үшін мына сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Бірінші сұрақ: Үркер романда суреттелетін қазақ тарихындағы елеулі оқиғаны атаңыз. Бұл сұрақтың жауабын сіздер біледі деп ойлаймын. Бұл сұрақтың жауабы Қазақстанның Ресейге қосылуы. Екінші сұрақ: Үркер романы қай ғасырлардың ауқымында болған оқиғаны қамтиды? Ол 18-17 ғасырларда болған оқиғаны қамтиды екен. Романның басты тақырыбын табыңыз. Романның басты тақырыбы қазақ елінің өз жері, өз бостандығы, дербес ел болып өмір сүру үшін жүргізген күресі, сонымен қатар айбынды асулар екен. Ал романның идеясы ел мен жердің тұтастығы мен тәуелсіздігін сақтап қалу. Құрметті оқушылар, мына суретте Әбіш Кекілбаевтың Үркер романының негізгі кейіпкерлерінің бірі Әбілқайыр ханның суреті көрсетілген. Олай болса, Әбілқайыр хан туралы мына бейне баянға назар аударуларыңызды сұраймын. Он 18-ші ғасыр қазақ тарихында отаршылық қысымның күшейе түскен кезеңі. Жоңғардың соққыларынан мезі болған ел Сырдария мен Ырғыз өзендерінің бойына көше бастады. Бірақ бұл жақта тыныш емес еді. Ресей қазақ даласының батысы мен солтүстігінен ентелеп келе жатты. Қазақ халқының тынысы тарылып, жайылымдық жер жетіспей рулар атақ қоныстарынан айырылды. Ел үшін жанкешпе айқас басталды. Жоңғарға қарсы күресте Сайрам, Түркістан және Ташкент қалаларын қорғаған қазақ жасағының қолбасшысы кіші жүз ханы Әбілқайыр еді. Әбілқайыр Мұхамбет Ғази Бахадүр-хан Абдоллаұлы 1693-1748 жылдар. Кіші жүздің ханы, Шыңғыс ханның 18-ші ұрпағы. Әз Жәнібек, Өсеке, Бөлекей, Ырыс, Қожа, Абдолла. Әбілқайыр 17 жасынан қолбасшы болып, 25 жасында хан сайланады. Оқушылар, мына бейне баяннан сіздер Әбілқайыр ханның кіші жүздің хан екенін, сонымен қатар Шыңғыс ханның 18-ші ұрпағы екенін білдіңіздер. Ал Әбіш Кекілбаев өзінің Үркер романында осы Әбілқайыр ханның бейнесін жан-жақты танытқан екен. Романдағы Әбілқайыр ханның бейнесі жазушының тарихи тұлғадан әдеби кейіпкер жасау жолындағы үлкен табысы болып есептеледі. Әбілқайыр тұлғасы көп қырлы, терең сырлы. Оны өзгелерден даралап көрсететін бірнеше ерекшеліктерін саралап өтуге болады. Ол хан, ақылға да, айлаға да жүйрік. Тарихи дәуір мен оқиғалардың ең өзекті, мәнді сипаттамаларын, саяси әлеуметтік барлық қыры мен сырын өзгелерден терең пайымдай алады. Халқының тағдыры үшін батыл шешімдер қабылдайды. Қайсарлығын таныта отырып, елдің игілігі үшін дұшпандары мен жауларына қасқайып қарсы тұратын ардақты ер деп толықтай айтуға болады екен. Сонымен қатар, Әбілқайыр хан қашқанын қуып жететін, көздесе атып түсіретін мерген, хас батыр, сом тұлғалы ер, ақыл мен айласы қатар жүретін әділ хан болып суреттеледі. Оның қарапайымдылығын, әділдігін романның мына оқиғалар желісінен көруімізге болады. Әбілқайыр хан Тайланмен оның кедейлігіне қарамастан Тайланмен дос болады.
Бірде тентек інісі Мамай Тайланға зорлық жасап, оның астындағы шұбар атын тартып алады. Сол кезде ол Әбілқайыр хан інісін жазалап, әділдік танытады. Осы әрекетінен ақ Әбілқайыр ханның адал әрі қарапайым болғанын көре аламыз. Және сонымен қатар осы әрекеті үшін Әйтеке би Әбілқайыр ханға өзінің оң бағасын берген екен. Сонымен қатар романда Әбілқайырдың мынандай ойлары беріледі. Бүгін биенің құйрығы, ертең түйенің құйрығы болып, 40 құбылып отырар жайым жоқ. Қоянның құйрығындай күнде қыпылықтап отырғаннан обал сауабыңды біреуге артып тыныш отырғанды жөн көрмеп пе еді? Осы жолдар арқылы біз Әбілқайыр ханның ойлау ерекшелігінің, сөйлеу мәнерінің жоғары болғанын көре алады екенбіз. Сонымен қатар Үркер романында қазақ елінің көшпелі салтанатты тұрмыс салты, ел ішіндегі ауылауыздық жағдайлар, ханның шешіміне қарсы топпен арадағы өзара тартыс, Әйтеке би, Төле би, Қазбек билердің ел бірлігі, ел тәуелсіздігі үшін күресі шынайы суреттеледі. Шығарманың тақырыбы нақты тарихи әлеуметтік мәселе болғанымен, қазақ елінің, халқының бойындағы талап тамаша қасиеттері, атап айтатын болса, ежелгі парасаттылық, адамгершілік, әділдік, жақсылықты дәріптеушілік, озат өнерге ұмтылушылық, сөз қадірін жете білушілік кеңінен шебер суреттеледі. Романда сонымен қатар көптеген тарихи кейіпкерлерді, тұлғаларды кездестіруімізге болады. Олар Тәуке, Бөгенбай, Тевкелев, Қазбек, Төле би, Әйтеке би сынды кейіпкерлерде кездеседі екен. Жалпы Үркер романы тарих шындығын, адам сырын, халық тағдырын кеңінен тереңмен толғайтын кең құлашты күрделі романдардың қатарынан табылады екен. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға байланысты сіздерге мынандай тапсырма ұсынғалы отырмын. Берілген кестені толтыра отырып, Әбілқайыр ханның бейнесін ашыңыздар. Үзінді. Бірінші үзінді. Бүгін биенің құйрығы, ертең түйенің құйрығы болып, 40 құбылып отырар жайым жоқ. Қоянның құйрығындай күнде қыпылықтап отырғаннан обал сауабыңды біреуге артып тыныш отырғанды жөн көрмеп пе еді? Екінші үзінді. Сүйегің асыл, тегің артық сұлтансың, сен қайдан тегін болайын деп едің, Әбілқайыр? Әлгі көргенің өңде емес, түсте емес, Алла тағаланың әдейі көзіңе елестетіп отырған бір нышаны болар. Үшінші үзінді. Әбілқайыр қорапсаққа қол салды. Осы үзінділер арқылы оқушылар, сіздер Әбілқайыр ханның образын ашасыздар. Соған қатысты өздеріңіздің көзқарастарыңызды, пікірлеріңізді білдіресіздер. Мысалы, бірінші үзіндіден біздер Әбілқайырдың ойлау ерекшелігі мен сөйлеу мәнерін тануымызға болады. Екінші сіздерге ұсынып отырған тапсырмам, Әбілқайыр ханды өзгелерден даралайтын ерекшеліктері қандай? Осы тапсырманы Попс формуласы арқылы ойларыңызды жеткізіп орындайсыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді мына парақша арқылы жеткізулеріңізге болады. Сабақ сізге ұнады ма? Өз пікіріңізді дәлелдеңіз. Бүгінгі тақырыптың сіз үшін қандай маңызы бар деп ойлайсыз? Бүгін сабақтан не үйрендіңіз? Осы тақырып бойынша тағы не білгіңіз келеді? Олай болса, балалар, бүгінгі сабақта орындаған тапсырмаларыңызды, сабақтан алған әсерлеріңізді WhatsApp мобильдік қосымшасы арқылы орындап жіберулеріңізге болады. Сау болыңыздар.